Енді мынандай бір нәрсе қазір көзіміз қуанатын нәрсе, орамал тартқан қыздарды, әйелдерді көрсек, бауырым деп қуанасың да, оған әйел, қыз деп қарамайсың да, өйткені шындығында бауырыңда мұсылман бауырың, Алладан қорқып, қымтанып, жаңа мүшелерін адамдарға көрсетпей жүрсе, оны жақсы көресің да сырттай. Елжірейсің да, осы менің бауырым ғой деп та. Бірақ өкінішке орай кейбір ата-аналар өздерінің қыздарын өздері жалаңаштап сахнаға шығарып жатыр да. Қандай елдің көз алдына шығарып, қаншама сұқ көздер, бір жыртқыш көздер соларға қарап тұрады, олар қызғанбайды да. Соның кейін бір күні біз бір фильм түсіріп атқан кезде, бір қасымызда бір тауық жайылып жүрді, қасында жаңадан көз ашқан балапандар, сол балапандардың біреуін бір мышқын баласы алып қашып кетті. Ой-бой деп өкініп қалдық, ұстай алмай қалдық. Жанымыз ашыды. Бірақ ол уақиғадан кейін, кішкенеден кейін қарасақ, бір қыз бала келе жатыр көшеде. Мынандай ғана шортик, мынандай ғана кеудешесі бар, басқасының бәрі жалаңаш. Көшеде еркін келе жатыр. Әке шешесі оны менің қызым әлі кішкентай ғой деп көшеге жібере салды да. Елдің бәрі, мынау кішкентай қыз ғой деп қарамайды ғой. Не бір көзі тұманданған, не бір қызыл көз бәлелер бар мысалы, олар оны кішкентай қыз деп қарамайды. Сол көзде шыққан өлең еді. Ақ тауықты, тал түсте қара басты, тәтті өмірге ащы мұң араласты, балпаң-балпаң жүгірген балапанын баламысық тасаға ала қашты. Басқан ізін бәлекет білдірмеді-ай, балаусамет жайқалып үлгірмеді-ай, бүлдіршіндей біреудің баласының болашағын талқан қып бүлдірген-ай. Әсем қала, өскен көз сүйіндіріп, ерте жетті көктемде биыл күліп, көше бойлап келеді бір қыз бала, жарты қарыс матаны киім қылып. Атанасы әлпештеп баққан шығар, перзентіне пейілі мақпал шығар, күнәлісті күтпеген балапанға дүрбі салып бір мышық жатқан шығар. Сәл қаттырақ айтайын, кешір жігіт, кеспей тұрып қолыңды кесір бүлік, тез киіндір қызыңды баласынбай, кетпесін десең біреу шешіндір. Енді бір қызық нәрсе болады. Ылғида дін саласында біреулер айтысып атады да, өкінішке орай дінді білмейтін адам, дінді білетін адаммен айтысып жатады да. Бір студенттердің арасында бір күні давай дін туралы диспут өткізейік депті, екі қыз. Сөйтсе бір жігіт күліпті. Өткізіңдер, қызық болады депті. Неге қызық болады десе, бұл соқырлардың футбол ойнаған сияқты болады дейді да. Өздері дінді білмейді, бірақ дін туралы біреумен айтысады, тартысады деп өкінішке орай. Қандайсың досым, қалайсың, өзіңді мыңға балайсың, құлашын ойдың кең жазып, күнәсін елдің санайсың, данасың, өзің дарасың, ірілі сөзге барасың, әкесін сыбап қырттардың, қатесін жұрттың табасың. Қандайсың досым, қалайсың, мал менен даңққа малайсың, сансыз сый берген Раббыңа рахмет те айта амайсың. Әмірін орындамай-ақ, Тәңірің саған көп берсе, тағутқа мадақ айтасың, табытқа тәнің жеткенше. Қалайсың досым, қандайсың, Құранға көзің салмайсың, құлшылық үшін жаратқан Құдайдың тілін алмайсың. Қиямет күні болғанда, алаңға адам толғанда, Алланы танып момындар сәждеге жаппай барғанда, бүгілмей белің шалқайып қалмасаң болды арманда. Енді менің қалам деген өлең, өкінішке орай қазір барлық қала сондай болып кетті. Әлем, жәлем, шетелдің жарнамалары, неше түрлі жалаңаш қыздардың жарнамалары, соған қарап қарның ашады. Не болмаса жаңа пиваның жарнамасы қазір Алматы тола. Сол сияқтыларды қарап отырып шығарған өлең ғой. Мен тұрған қала, мен өскен мекен, құлпырды күнде елестен бетер, әлем жәлемін әлемнің жинап жұқтыра берді деместен бөтен. Қайыршы толы қайран қаладан, шырқайды әнді байлар қалаған, сауықшыл жұрттан босамай жатыр, тойханалар мен мейрамханалар. Зузулап тәуіп тұмар қадаған, күнкөріс үшін күнәр қалаған, құдайсыздарды құл қылып алды, ойынханалар мен құмарханалар. Аңқаудың арам жолдасы болды, кедейдің кредит жандосы болды, жезөкше толы мейманханалар зинақорлықтың ордасы болды. Тікеннен тілдер тазармай қойды, мектептің өзі базардай болды, ағылшыншалап бала сән салса, әкенің бөркі қазандай болды. Дарылдар тойда дарахарланбай, шапалақтай дел алақан талмай, ұятты ұмытып ел, алуда пара, кассаға тұрып жала қалғандай.
жағдайды надан, ұғынбас әлі, отбасында қойран сырыңдашады, йогова шеше мұсылман әкемен Кришнаит бала ырылдасады. Жалған дін елді аздырып жатыр, ірітіп іштен азғырып жатыр. Заң орындары оларға тимей, намазхандарды жазғырып жатыр. Нашақор анау мәңгіріп жатыр, маскүнемдарақ мал қылып жатыр. Жүкті боп қалған оқушы қыздар баласын іштен алдырып жатыр. Жетер ме жұртым сауғар күнге, саңырау соқыр жауғар кімге, теледидарға телмірген әйел махаббат іздеп мауғар күнде иманға жүрек қаталап жатыр. Машалдан бала батанап жатыр. Біреулер бізді арбаға салып, шетіне құздың апара жатыр. Енді намаз, жалпы Құранда айтады, намаз сендерді арсыздық пен жамандықтан тыяды дейді. Біреулер ойлайды, бірінші мынандай күнәмді тастап алайын, сосын намазға келем, намаз ойыншық па деп ойлайды. Ол ойды салушы шайтанда. Ал шын мәнісінде, егер ол бірінші намазға келетін болса, Алла уәде беріп тұр да, намаз сендерді арсыздық пен жамандықтың бәрінен тыяды дейді, құтқарады дейді. Осыған байланысты ғой, енді намазға байланысты. Бауырым, сен әуелі өзіңді өзің айнытпай тануды ойласаң, екі дүниеде де бақытты болуды ойласаң, өзіңді нәжіс тамшыдан көркем етіп жаратқан Раббыңның разылығын алуды ойласаң, қартайған шақта төсектен қарғып тұрып, жастармен жарыса шабуды ойласаң, онда намаз оқы. Адамзат көріп